Жігіттер, ассалаумағалейкум. Тағы да бір айтып кететін жағдай. Бізде ешқандай да бригада емеспіз. Қарабұлақ, Ақсукент сияқты ондай қатты неміз жоқ. Жалғыздықтан жиналып атқан газель бұл. Бұл газельді жинаудың барысында зерттелді, қаншама 2 жылдай зерттеуден өткізілді. Енді анадан мынадан сұхбат, мынау қалай болады, анау қалай болады дегендей. Енді бұған қатты мен сіздерге айтайын, әуелі Құдайдың қолдауымен, екінші әкейдің сәл-пәл финансымен. Мысалға таңда кабинаны әкем алып берді. Қалған дүниелерге өзімізде тырысып жатырмыз. Осы рамонтты негізі әкей алып берді дегендей ғой. Просто тырысамыз, талпынамыз. Ал енді мынандайда негізгі елдің бәрін айтып жүрген пищатрейдің рамысы осыда тұр. Жігіттер, бұл Алла қаласа уақыт дегенде сатылымға шығады. Сол кезде рамысын аламын десеңіздер, ол кезде отдельно хабар береміз рамысын алуға. Ал енді сол енді жігіттер, так что мен өз тиктокқа видео салмайтынмын мүлдем. Осы Ерлан деген бір досым бар. Сол досым салайық дегеннен кейін салғам ғой. 3 күнде 20 мың қаралым жиналып, сондай бір кішкене шабыттанып, дальше тиктокқа салуды жөн көрдік. Ал жігіттер, енді комментарий жазып тұрыңдар.